8 сынып геометрия пәні бойынша 4-44 есеп. Бұнда берілген x қосылған 2 y-тен 3-ке, 2x минус y-тен 1-ге және 3x қосу y-тен 4 теңдеулермен берілген түзулердің бір нүктеде қиылысатынын дәлелдеңдер дейді. Келесі 4-45 есепте а нүктесінің координатасы 0-1, в нүктесінікі 2-3 және с нүктесінің координатасы 3-2 нүктелерінде орналасқан үшбұрыштың медианаларының қиылысу нүктелерінің координаталарын анықтаңдар деп берілген. 4-44 есепті шығару үшін бізде 3 берілген теңдеуді жазып алдық, және бірінші теңдеуден біз x айнымалыны өрнектейміз 3 минус 2y. X-ті сол жағына қалдырып, 2y-ті оң жағына шығарамыз. Енді осы x-тің мәнін екінші теңдеуде x-тің орнына қояйық. Сонда жазамыз 2 көбейтілген x орнына 3 минус 2y. Минус y тең 1-ге. Жақшаны ашуды орнаймыз. 6 минус 4y минус y тең 1-ге. Бір ғана айнымалыдан тұр. Бұл жерде минус 4y пен минус y қосылып минус 5y береді. Бір бос мүшені оң жаққа шығарып минус 6 болады. Сонда минус 5y тең минус 5-ке. Осы жерден y мән табатын болса, минус 5-ті бөлемін минус 5-ке. Сонда y тең болды 1-ге. Бізде а нүктеміздің координатасы табылды. Ол x 1-ге тең. Жоқ, y 1-ге тең. Енді x-ін табамыз. X тең 3 минус 2 көбейтілген y-тің мәні қоямын 1. Сонда 3 минус 2 тең 1-ге. Бұл жерде x 1-ге тең, y 1-ге тең болды. Енді осы нүкте үшінші теңдеуді қанағаттандыра ма? Орнына апарып қояйық. 3 көбейтілген 1 қосылған 1 тең 4-ке. 4 тең 4-ке қанағаттандырады екен. Олай болса, ортақ нүкте бізде үшеуінің қиылысқан нүктесі а нүктесі болады да, оның координатасы 1-де 1 болады екен. 4-45 есепте а нүктесінің координатасы берілген 0-де 1, в нүктесінің координатасы 2-де 3, с нүктесінікі 3-де 2. Бізге осы үшбұрыштың медианаларының қиылысу нүктесінің координаталарын анықтаңдар деп берілген. Ол үшін бізде қиылысу нүктесінің д нүктесі деп алса, оның координатасы бізде x, y белгісіз. Біз медианаларының қиылысу нүктесін мына формула арқылы есептейміз. X тең x1 қосылған x2 қосылған x3 бөлінген 3-ке, y-інде y1 қосылған y2 қосылған y3 бөлінген 3-ке. Осы формула арқылы біз анықтайды екенбіз. Олай болса, жазамыз. Бірінші x тең x1 деп отқанда 0, 2, 3 қосамыз. 0, 2, 3 бөлімінде 3. Алымында 5 шықты, 3-тен 5 болды. Y-ін табамыз. Y-інде 1, 3, 2. 1 қосылған 3 қосылған 2 бөлімінде 3. Алымында 6 шықты, бөлімінде 3 тең 2-ге. Олай болса, жазамыз. Жауабы қиылысу нүктесі біз д нүктесі деп алдық. Д нүктесінің координатасы бізде 3-тен 5-ке және y 2-ке тең болады екен.